Сәлем достар. Бүгін сіздерге мынадай браслеттің тоқылу әдісін көрсететін боламын. Бізге бұл үшін не қажет? Бізге бұл үшін бисер қажет, ине жібіміз қажет, леска қажет болады. Және мынадай стразовый лентамыз қажет болады. Мен ақ түстісін аламын, 3 мм ақ түстісін аламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сарысын аласыздар ма, жоқ мынадай хамелеонын аласыздар ма, жоқ жасыл түстісін аласыздар ма, ол өз еріктеріңізде. Мен мынадай ағын алатын боламын. Білегімізді былайынан өлшейтін боламыз. Білегімізге қойып, білекке қоямыз былайынан. Сөйтіп былай өлшейміз. Керекті қажетті ұзындықты аламыз. Қайшымен қиып алатын боламыз дәл осылай. Бүйтіп қиып аласыздар. Мен сіздерге образец ретінде көрсететін болғандықтан қимаймын. Бірінші бастамас бұрын видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші инемізге 10 бисер өткізіп аламыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Он бисер өткізіп аламыз. Жібіміздің ақырына дейін алып келеміз оны. Екінші рет қайта өткіземіз барлығынан. Мынандай етіп домалақ жасаймыз. Осы жерде бір байлап аламыз үшін. Бір бисерден бір. Екі бисерден өте қояйық. Жоқ, бір бисерден өте қояйық бұлар жерден. Түйінімізді бисердің ішіне жасырып қоямыз. Бұны мына ең бірінші стразигіміздің көзі түсіп қапты. Ең бірінші стразигімізді осыған, осы домалағымыздың ішіне кигізетін боламыз бұлай. Ең біріншісі сәл, бірінші екеуі қиындау болады. Бастап кеткенге дейін ары қарай оңай болады. Өстіп, ұстап тұрамыз. Міне, моншағымыз ішінде тұр. Көз моншағымыз міне. Мынаны былай айналдырып аламыз. Стразовый цепочкамыздың астынан өтеміз. Міне. Жібіміз мына жақта, біз оны айқастырып астынан өтеміз да. Мына жерде жоғар жағынан 3 бисерді санайтын боламыз. 1, 2, 3 бисер жоғар жағында. Астыңғы жағында да 3 бисер болу қажет. Міне 1, 2, 3. Ортадағы мына 2 бисерден өтетін боламыз. Қаттырақ тартып қою қажет, шығып кетпес үшін. Енді инемізге 8 бисер алатын боламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бисер алдық. Дәл осы жіп шығып тұрған 2 бисерден өтетін боламыз қайта, төменнен жоғары қарай. Екінші дөңгелегімізді жасаймыз. Екінші дөңгелегімізді де жасап, ұстап тұрамыз. Жібімізді стразовый мына, жібіміз мына шетте. Стразовый лентамыздың астынан өтеміз.
1 2 3 1 2 3 міне 4 пен 5 өтеміз. Тағы бір көрсетіп кетейін сіздерге. 1 2 3 4 5 6 7 8. Төменнен жоғары қарай бірінші домалағымызды жасаймыз колечкамызды. Жіпті жібіміз жоғары жақта, лентамыздың астынан аламыз. Bir, екі, үш, 1 2 3 міне. Ортадағы екі бисерден өтетін боламыз. Міне. Арқасы былайынан айқасып түсетін болады. Дәл осылай өзімізге қажетті ұзындықты дәл осылай тоқитын боламыз. Міне достар, мен сіздерге көрсету үшін азғантай болса да тоқыдым. Енді осы жерде карабин қыстыратын домалағын жасауымыз қажет болады. Ол үшін біздер 2 6 бисер аламыз. 3 4 5 6. 6 бисер аламыз. 6 бисерімізді алып, мына жердегі жіп шығып тұрған 2 бисерден қайта өтетін боламыз. Міне сәл кішірек домалақ жасаймыз. Бұл біздің карабин тағатын, жоғар жағындағы карабин тағатын колечкамыз болатын болады. Осы жерде карабин тағамыз. Енді екінші жаққа ауысу үшін біздер мына жерде 2 рет айналып өтеміз мынаның бәрін. Екі рет айналып өттік мына. Енді біз кері қарай қайтамыз. Ол үшін біз астынан крестик болу үшін бисеріміз қажет емес енді. Мына жерде былайынан айқастырып түсіретін боламыз мына. Жібімізді айқастырып мына. Біз жоғарыда тұрмыз. Айқастырып мына. Өтіп, бағанағы ортадағы 2 бисерден қайта өтетін боламыз. Мынаны жоқ деп есептеңіздер міне. Мына жерге карабин тағамыз. Тартамыз. Жібімізді айқастырып өтеміз. Ортадағы 2 бисерден қайта өтеміз. Астынан айқастырып өтеміз. 2 бисерден өтеміз. Айқастырып өтеміз астынан. 2 бисер. Сонда бізде асты мынандай крестик болады. Мына жерде 2 бисерден астынан 2 бисер, астынан
2 бисер астынан ең бірінші бисерімізға да келдік, стразымызға. Осы жерде 2 бисерден тағы өтеміз. Ең бірінші стразымызда әдемі болып өз орнына тұрды. Қаттырақ тартамыз. Осы жерде дәл осылай домалақ қылып, мынадай етіп, карабин қыстыратын домалақ жасайсыздар. Осымен браслетіміз дайын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін.